Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін біз осындай әдемі фотозона жасап үйренетін боламыз. Ең бірінші фотозона бизнесі туралы нақты анық ашық айтып кететін боламын. Соңына дейін қараңыздар. Бұл жерде кіріс қандай, шығыс қандай, табысын барлығын айтатын боламын. Бұл жерде бізде 2x2 размерлі фотозона жасап жатырмыз. Бағасы 30 000 теңге. Енді шығысы есептейміз. 2x2 фотозонаға 2x2 размерлі баннердің бағасы 5 000 теңге. Азамат деген жаңағы надпис ол бөлек кесіліп, үстіне жабыстырылған золотистый пленкамен кестірілген. Егер солай кесетін болсаңыз 2500 теңге. Мына жерде шарға арналған жіп 200 теңге. Одан кейін қара шар бір пачкасы 1500 теңге. Яғни оны оптом алатын жерлерден алсаңыз. Содан кейін золотистый шар бір пачкасы 2000 теңге, бірақ бұл жерде бір пачка золотистый шар кетпейді, тек жартысы кетеді, сол үшін шығын 1000 теңге болады. Одан кейін гигант шарлар, үлкен 3 қара шар қосылған бұл жерге. Бір гигант шардың бағасы 500 теңгеден, үшеуі 1500 теңге. Сонда бізде шығынымыз 12 000 теңге болып тұр. Ал фотозонаның бағасы 30 000 теңге. Яғни бізде таза табыс 18 000 теңге. Бұл бірінші жасағанда. Ал мына той барлығы біткеннен кейін фотозонаның бір жақсы, сізде стойка, баннер барлығы қалады, тек шардан басқасы. Екінші жолы дәл осы баннерге басқа клиент тапсырыс беретін болса, сіз тек қана надписті ғана ауыстырасыз. Мына жерде жазылып тұрған надпис ол алынады. Алып, тазалап, үстіне надписті ауыстырып жабыстырғаннан кейін, екінші жолы уже сізде 18 000 емес таза табысыңыз. Таза табысыңыз 23 000 теңге болады. Енді, егер сіз фотозона бизнесін бастағыңыз келсе, бұл бизнесті ертерек бастап кеткеніңіз дұрыс. Себебі біз өзіміз фотосалон ашқаннан кейін, 2 жылдан кейін барып бастадық. Бұл фотозонаны қасына қостық. Сол кезде бізде түсінгеніміз ең жақсы табыс алып келетін бизнес осы екен. Себебі 2 жылдан бері біз 2x2 баннерді мысалы тек 5 000 теңгеге ғана сатып келдік. Ал бұл неде қасына тек шарды ғана қосып 25 000-ға, 30 000-ға, 35 000-ға, 40 000-ға тіпті фотозоналардың жасап жүрміз шармен. Және ол баннер өзіңізде қалады. Бір баннерді айналдырып 20 000-нан артық ақша табуға болатын бизнес осы. Енді бұл жерде сіздерге ең бірінші керегі стойка. Енді мен бұл жердегі фотозонаға арнап курс аштым. Курсқа қатысуыңызға болады. Курсқа қатысқан әрбір студентке 2x2 және де 2x3 болатын универсальный стойка беріледі. Баннерді ілуге арналған. Себебі ең бірінші стойка керек. Одан кейін компрессор. Компрессор дегеніміз шар үруге арналған аппарат. Сол аппарат беріледі. Одан кейін 180-80 стойка. Яғни үлкен фотозонаны қаламайтындар 180-80 баннердің стойкасымен тапсырыс береді сіздерге. Сол үшін сол нәрсенің стойкасы керек. Және көбісі кішкентай балдарға 1 жасқа тапсырыс береді де, оның қасына тай-тай дорожканы сұрайды. Сол тай-тай дорожкасы беріледі. Тай-тай дорожканы сіз өзіңіз жасаған дизайнмен біз шығарып береміз. Яғни курстың үстінде сіз дизайн жасап үйренесіз, фотошоп бағдарламасын үйренесіз, және біздегі барлық дизайндар беріледі фотозонаға арналған. Және фотозонаны қалай жасау керек, шарларды қалай үру керек, шарлардың аттары. Әр фотозонада әртүрлі шарлар кездеседі, және әр қайсының аттары бөлек болады. Және оларды қай жерден арзан баға алған тиімді. Мысалы, мен мұнда 1500 теңгеге алып тұрмын бір пачкасын. Негізі оларды басқа жерден бір пачкасын алатын болсаңыз, тіпті 4 000, 5 000-ға дейін кетіп қалады. Солар қай жерден алуға болады, солардың барлығы айтылады. Және курстан өткеннен кейін сіз бірден бизнесті бастап кете аласыз. Көбінесе адамдар курсқа қатысып алады да, қатысып болғаннан кейін қатысып болдым, енді бизнесті бастайтын ақша керек деп отырады. Материалын алатын ақша керек деп отырады. Сол үшін біздің курсқа қатысатын болсаңыз, қатысып болған соң бірден бизнесті бастап кетуге болатын барлық заттар беріледі. Және тай-тайдың өзін 5 000 теңге деп алатын болсақ, курстан өткеннен кейін сіздерге почти 64 000-ның заты қолдарыңызға беріледі. Барлық дизайндарды үйренетін боласыздар.
Photoshop бағдарламасын үйренетін боласыздар, қалай жасалғанын бәрін үйренетін боласыздар. Ең бастысы фотозона бизнесін жасаймын десеңіз, қазірден бастап кеткеніңіз дұрыс. Ең жақсы табыс алып келетін бизнестің бірі. Қалған уақытта үйде өзіңіздің шаруаларыңызды да істеуге болады. Және де стойканың өзін просто фотозона жасамай-ақ стойканың өзін прокатқа алатындар көп. Стойканың өзін прокатқа беріп, тайтайдың өзін прокатқа беріп те отыруыңызға болады. Ең тиімді бизнестің бірі. Және біз бұл жерде ауылдық жерден болғандықтан біз фотозонаның бағасын 30 мыңға қойып отырмыз. Ал егер сіз қалалық жерден болатын болсаңыз, ол кезде фотозонаның бағасы одан да қымбат, тіпті 60-70 мыңға шығып кететін фотозоналар бар. Олардың табысы мүлдем одан да жоғары болады. Мысалға, мына фотозонаны 60 мыңға жақын бағада істейді, ал біз бұны 25 мың, 30 мыңнан жасап жүрміз. Ең бастысы үйреніп алсаңыз, ең жақсы бизнес деп айта аламын. Егер курс туралы білгіңіз келсе, WhatsApp номерге жазуыңызға болады.